Барлықтарыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бұл видеода мен сіздермен өзімнің перзентханаға арнап дайындаған заттарыммен бөлісетін боламын. Қазір мен жүктіліктің 39-шы аптасындамын. Перзентханаға арнап мен 2 пакет дайындадым. Біріншісі ол босану бөлмесіне арналған пакет, және екіншісі босанғаннан кейінгі бөлімшеге арналған пакет. Әрине бұл пакеттерден бөлек сіздерге өздеріңізбен бірге жүкті әйелдің алмасу картасы мен өздеріңіздің жеке куәліктеріңізді алып баруларыңыз керек болады. Егер де бұл видео сіздерге қызық болатын болса, бастайық. Бұл менде босану бөлмесіне арналған пакетімнің ішінде болатын заттар. Мен оған осындай сорочка салдым. Бұл алда ашылатын, емізуге ыңғайлы сорочка, және осындай акушерский набор. Бұл акушерский набордың ішінде бахила, жаялық барлығы бар. Және осындай қағаздан жасалған сүлгі. Балаға осындай памперс алдым 2, және 2 жаялық, бір жұқа, бір қалың. Және мұнда өзіме осындай памперстер алдым, бір памперс трусики, және бір осындай үлкендерге арналған обычный памперс. Және бұл жерде өзіме печенье алдым, және бұл печенье қасына газдалмаған су аламын. Және бұл бізде балаға арналған киімдер. Бұл сарап киімнен осындай көйлекше алдым. Одан кейін нәски, және бір жұқа, бір қалың осындай чепчик, және осындай ползунки алдым. Сосын осындай халат алдым өзіме, қалың. Одан кейін бұл пакеттің ішіне өзімнің сыртқы киімдерімді салып беріп жүремін. Және де міндетті түрде осындай резиновый тапочка алдым. Мінекей бұл менің бірінші пакетімнің ішінде болатын заттар. Мінекей, ал енді бұл менің екінші пакетімде, яғни босанғаннан кейінгі палатаға алып баратын пакеттің ішінде болатын заттар. Бұл осындай посуда, набор, кружка, супник және қасықтар, осындай влажный салфетка, және балаға ауыстырғанға 2-3 набор осындай киімдер алдым. Сосын осындай жұқа жайлық, және коридорға орап шығарғанға осындай қалың плед алдым балаға. Және бұл жерде өзіме осындай орамал, және нәски, емізуге арналған осындай іш киімдер алдым. Және градусник балаға міндетті түрде сұратады. Одан кейін осындай жидкий крем, мыло, сусабын, және өзіме осындай халат, сорочка алдым. Және омырауға арналған бір реттік одноразовый төсеніштер. Балаға осындай упаковка памперс алдым. Одан кейін осындай қағаз, сүлгі алдым. Және өзіме осындай төсеніштер. Сосын осындай постельный набор. Және осындай косметичка алып алдым. Бұның ішінде осындай заттар. Тарақ, тіс пастасы, тіс щеткасы, наушник және зарядка саламын. Және осындай өзіме керекті косметикалар, айна деген сияқты, помада, өзіме линза салғанға. Сосын балаға және өзіме осындай мазь алдым. Осындай гидротен немесе Бепантен деген крем алуға болады. Өте жақсы. Мінекей, бұл менің екінші пакетім. Бұл видео сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Егер видео ұнаса, өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер.